Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді болып шығатын чебуректердің рецептімен бөлісемін. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнға сұйық майды, одан кейін ыстық қайнаған суымызды екіге бөліп қосамыз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Жақсылап иленген қамырымызды пакетке салып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге тартылған ет және де пияз қажет болады. Пиязды дәл видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап тураймыз. Ұсақтап туралған пиязымызды тартылған еттің үстіне қосып, дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Және де мен ең соңында құрғақ болып қалмас үшін сұйық май қостым. Енді бағана дайындаған қамырымызды пакетінен босатып, дәл видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп, мен кішкентай бөліктерге бөлдім. Енді осы қамырымызды жаятын боламыз. Сіздер өз қалауларыңызша үлкенірек бөліктерге бөліп, үлкендеу чебуректер жасасаңыздар болады. Дайындап қойған қамырларымызды бетін жауып қоямыз, әйтпесе кеуіп кетуі мүмкін. Енді ақырындап жая беретін боламыз. Қамырымызды жұқа етіп жаюымыз керек. Енді салмасын саламыз. Яғни фаршта салған кезде бір жерге үймей жайып салуымыз керек. Өйткені біздің етіміз шикі болып қалуы мүмкін. Шет жақтарын қаттырақ басуымыз керек, өйткені майға түскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Және де әдемілік үшін мен осылай вилкамен басып шықтым. Ол міндетті емес, өз қалауларыңызша басқаша етіп түйуге де болады. Байқасаңыздар, біздің қамырымыз қарапайым заттардан тұрады, бірақ біздің чебуректеріміз өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте қарапайым рецепт. Енді қызып тұрған табамызға біздің чебуректерімізді салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Бір ескере кететін жайт, табаларыңыздың астын қатты қоймаңыздар. Қатты қойсаңыздар, ортасы шикі болып қалуы мүмкін, сондықтан орташа отта пісіріңіздер. Піскен чебуректеріміздің астына қағаз сүлгіні қойып, майын сорғытып алуымыз керек, қатты майлы болып кетпес үшін. Қалған чебуректерімізді де дәл осылай екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің дәмді чебуректеріміз дайын болды. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.